Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге пломбир кремінің өте оңай жасалу жолын көрсететін боламын. Бұл кремді кез келген торттарға, эклер және профитроли тәрізді тәттілерге қолдансаңыз болады. Керекті заттардың барлығын дайындап алдым. 2 жұмыртқа, қант, крахмал, сүт, сары май және ванилин. Ыдысымызға 2 жұмыртқа мен қантты салып араластырып аламыз. Крахмалды салып араластырамыз. Сүттің аз бөлігін құйып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Қалған сүтімізді құйып араластырамыз. Кремді қайнату үшін осындай ыдысқа қойып араластырып отырамыз. Креміміз қойылына бастады, енді баяу отқа қойып, тағы да біраз араластырып тұрамыз. Біздің массамыз қоюланды, енді суытатын боламыз. Масса суығаннан кейін қатты формаға келді. Енді оны жұмсарту үшін миксердің көмегімен біркелкі болғанша жұмсартып аламыз. грамм сары май мен 15 грамм ванильный сахарды салып, миксердің көмегімен араластырып аламыз. Ол үшін біздің майымыз бөлме температурасында еріген болу қажет. Кремнің дәмді болып шығуы осы сары майға байланысты. Сары майды дұрыс таңдай алу керек. Мысалы, мен қазір сливочный берега сары майын қолдандым. Енді осы сары майдың үстінен жаңаға қою болған массамызды біраз қасықтан сала отырып, миксерлеп отырамыз. Біздің пломбир креміміз дайын болды, өте дәмді, әрі өзінің формасын ұстап тұратындай болды. Кремнің формасын мен әртүрлі техникалармен көрсететін боламын. Бұл кремді әртүрлі торттарға қолдансаңыздар болады. Бисквит, Наполеон және медовик торттарына, және де эклер, профитроли, кекс, капкейк деген тәттілерге қолдансаңыздар болады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.